Now I found you. Now I found you. And now my prayers get answered. Now I found you. Why did it take so? 네, 안녕하세요. 스테미블게 로즈. бүгінгі бізде аватарка BTS-тегі Jin мен Taehyungға арналады. Бұл жерде мен айта кететінім, группадағы если суреттер екі стильда болса, мысалы бір суреттің цветі көк, бір сурет, екінші суреттің цветі сары түсте болса, екі суретті бір аватарка қолдандыңыз деп айтса, маған бұл ең қиын болады. Өйткені екі түрлі суретті бір аватаркаға үйлестірген өте қиын болып саналады. Маған особенно фанфиктардың топтары көбінесе әртүрлі айдолдармен қосып, мысалы қыздардың топтарынан немесе ұлдардың топтарынан араластырып берсе, әртүрлі ғой, олардың суреттері бір стильда сурет болуы мүмкін емес оларда. Сол, если цветтері бірдей болса, то я всегда без проблем могу сделать. Ал егер цветтері әртүрлі болса, мысалы бір түстің, мысалы бір топтағы мысалы бір сурет қызыл түсті болса, екінші сурет көк түсті болса, онда екеуін бірге бір аватарка қойған кішкене проблематичный болады. Өйткені свечение басқаша, атмосфера басқаша, және бір-біріне сәйкес келмейді. Но бір-біріне сәйкес келетін суреттерді алып қойып, бір аватарка істесе, онда можно. Және де бір топтан бұл жерде екеуі бір фотосеттен алынған, филадан алынды ғой деймін, если не ошибаюсь. Вот екеуінің несі үйлесімді, өйткені суретті білмеймін, мен таңдадым ба, или оны группадан жібердім, мен уже не помню, өйткені бұл октябрьда жасалған аватарка болып саналады. Октябрь кезінде мен осы енді ғана тапсырыс қабылдай бастадым сол кезде. Өйткені мен августқа дейін өте қиын ауыр жағдай болды менде. Сосын мен октябрьда новыйдан ноутбук алдым. Соның арқасында сіздер міне интроны да көрдіңіздер, басқа да жағдайларды да көріп отырсыздар. Мен озвучка жасап, оның обрабатывать етіп үйрендім звукты аудишнда. Одан кейін Premiere Pro'да мен не жасап үйрендім. Бір күннің ішінде ма, екі күннің ішінде ма үйреніп алдым спокойно, өйткені ол Sony Vegas-қа ұқсайды. Монтировать етіп үйрендім. Қалай музыка қосу керек, қалай оның дауысын азайту керек, қалай бір переходтарды алуға болады, қалай оны істеуге болады. Соның арқасында интроға шықты. Қазір интросыз менде қазір жағдайым нашар болатын еді. В общем, сіздерге айтатыным, если бір группада бүкілінің, мысалы бір камбэктен фото болса, олардың атмосферасы бірдей болады ғой, концепті бірдей болады, сол кезде олармен аватарка жасау өте қиын емес. Ал егер де концепция әртүрлі болса, әртүрлі фотосеттен болса, онда ол өте қиын болады. Соны ескеріңіздер. Егер әдемі ава қаласаңыздар, бірдей концептті сурет болу керек. Бірдей концептті сурет, бірдей цвет, бірдей, білмеймін, атмосфера сондай болса, онда сіздердің аватаркаларыңыз нормально шығады. В общем, цветке қарайсыздар, біз өйткені атмосфераға цветке қараймыз. Бірінші цветті қандай цветке қылдыру керек екен. Если қандай, мысалы, қызыл цветте қалсаңыздар, желательно қызыл фоны бар, немесе қызыл элементтері бар фотоны алған дұрыс. Мысалы, маған айтады, көк цветті, қара цветті суреттер жібереді маған. Маған айтады, ашық цветтегі маған аватарка істеп беріңіз дейді. Қара цветтегі, қара фоны бар нәрсені ашық фонға қалай істейсіздер? Соны ойлап көріңіздер. Ол өте қиын жағдай болып табылады. Сондықтан да сіздерге айтатыным, если көк цветте немесе сары цветте қалайтын болсаңыздар, где-то шашы ма или киімі ма сондай сары болатын фото таңдаңыздар. Немесе фоны сары болса да ол кішкене болады, ондай нәрсе болады. Өйткені свечениесі бүкілде сары болып тұрады да. Соған байланысты тапсырыс берерде соны ескеріңіздер. Сіздерге бұл пайдалы болды деп үміттенемін, және менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Әлі де менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Сіздермен бірге болған Роуз. Аньян. Make me feel like
feel so alive. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights that put me in a daze, and I can't stop but